Ассалаумағалейкум ағайын, мен хандар рубрикасын кері жалғастыратын боламын. Осы 1-2 күндіктің ішінде бізде Астанада Алтын Орда туралы ірі симпозиум, конференция өтіп жатыр. Бұл конференцияның басында әлбетте біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы тұр. Бұндай жиынның өтуі біздің елімізде тарихымызға бет бұру оқиғасы деп бағалар едім. Осы арада мен қазақ хандарының Алтын Орданың хандарынан тарағаны туралы дерек айтқым келеді. Яғни біз айтамыз қазақ хандары деп, бізде енді көшпенді өмір деп көрші елдің тарихнамасы үйретіп тастағанда, біз көшпенді өмірде хандарды былай сайлай қоямыз деген сияқты айтады. Шын мәнісінде бұл пікірдің қателіктері бар. Өйткені бізде қазақтың хандары таққа отырса, әулеттің атынан таққа отырған, яғни династия дейді. Осман династиясы, Шайбанилер династиясы сияқты, әулет сияқты. Біздің де қазақ хандарының өзінің шығу тегі болған. Қазақ хандары өзінің шығу тегін Алтын Орданың негізін қалаған, ұлық ұлыс деп айтатын мемлекеттің негізін қалаған Жошы әулетінен шығады. Жошы әулетінің Жошының жерін алып қалған 3 баласы болады деп айтамыз ғой біз. Орда еженнің ұлысы, Батудың ұлысы және Шибанның ұлысы деп. Шибанның ұлысы бүтін солтүстік аймақтарды алады, Сібір маңын. Орда еженнің ұлысы Сарыарқасы бар, Алтай менен Мұғалжар жайыққа дейін жеткен. Батудың ұлысы әрмен қарай, жайықтан әрмен қарай жаңа жауланған жерлерге кетеді. Бірақ Батудан ұрпақ қалмайды, әрмен қарай Алтын Орданың иелігіндегі жерлер болып есептеліне береді. Енді біздің қазақтың хандары осы бір топ ғалым Орда еженнің ұрпақтары деп біледі, бір топ ғалым Тоқай Темірдің ұрпақтары деп біледі. Қайткен күнде де біздің қазақтың хандары Жошының балаларына барып тірелетін шежіресі бар. Солайша біздің билік, біздің хандық бер жағы Жошы ханға, әр жағы Шыңғыс ханға тірелген. Ал Шыңғыс ханның Қарақорымның маңында, болмаса Орхон Керуленнің маңында таққа отыруының себебі, қаған болуының себебі де артындағы шығыс түрік қағандарының, оның ар жағындағы қағандарға шежіресі бар екенін көрсетеді. Қаған деп айту ол түрік империяларының билеушілері. Сонда қазақ ханы Қасымға жазылған хат бар ғой, көрші өзбек ағайыннан. Шыңғыс хан тағы мен тәжінің мұрагері болған Қасым хан деген. Сондықтан біз сол ұлы империялардың жалғасы деп есептелінеді. Енді бізде Берке ханның, одан кейін Өзбек ханның ислам қабылдауыменен біздің Алтын Орданың хандары, билеушілері ислам дініне толықтай өткенін көруге болады. Өйткені өткен видеоларда айтқанымдай, қазақтың хандарының барлығы осы өркениетпен, ислам өркениетімен, ислам дінінің негіздеріменен бұйрықтар, үкімдер жүргізіп тұрғаны байқалады. Оны алдағы видеоларда да көретін боласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.